Армысыздарга балдар. Бүгүнкү сабакка кош келдиңер. Енді қазір балдар отырмас болып генератор арқылы топқа бөлініп алайық. Балдар, қазір сендерді екі топқа бөлеміз генератор арқылы. Бірінші топта Әділет, Шапағат, Еркежан, Диас, Еділ және Кармхандияс. Екінші топта Гаухар, Бекзат, Аңсар, Ақмаржан, Елнұр және Елнұр. Ал балалар екі топқа бөлінді. Өткен сабақта біз цилиндрмен және оның элементтерімен танысқан болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандарымен танысатын боламыз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты цилиндрдің бүйір және толық бетін аудандары формулаларын қорытып шығару және оны есепте шығаруда қолдану. Көп жақтармен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына сәйкес балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай екен? Цилиндрдің бүйір және толық бетінің аудандарын есептеу формулаларын қорытып шығару және оларды есепте шығаруда қолдану. Яғни біз формулаларын қорытып шығарып, және есепте шығаруда пайдалана білуіміз қажет екен. Тақтаға назар аударамыз. Жаңа тақырыпты өтпес бұрын алдыңғы білімге шолу жасайық. Қазір сендерге кесте таратамын. Сол кестені толтырамыз. Яғни үй тапсырмасы бойынша толық жауап берсеңдер 3 балл аласыңдар. Балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, әр топтан бір оқушы ауызша жауап беруге болады. Тақтаға шығып, қалғандарыңды көршілерімен алмасып, бір-бірлеріңді бағалай қойыңдар. Цилиндр бұл айналу осі, бұл тіктөртбұрыштың бір қабырғасынан айналдырғанда шығатын фигура. Цилиндрдің бір қабырғасы бұл биіктігі болса, екінші қабырғасы ол радиусы болады. Жүз ол айналу денесі. Ал мынау албы болса ол диаметр, ал оның жартысы обы бізде радиусы. Ал мынау О мен О1 биіктігі және осі болып саналады. Ал А1, А, В1, Б ол жасаушылары. Балалар сілтеме бойынша бағалау парағына өтіп, бірінші топты топ басшысы Шапағат, екінші топты топ басшысы Ақмаржан белгілеп отырады сабақ барысында. Енді бірінші алдыңғы білім бойынша бағаларды барлығы 3 балл алып тұр. Ең жоғарғы балл 3 балл болады. Балалар, осы ақпан айы жақсаппаздық пен жаңашылдық айы болғандықтан келесі сабағымыздың бөлімі топтық жұмыс. Топтық жұмыста, яғни бірлесе, ынтымақтаса жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыста бүгінгі сабағымыз өзі цилиндрдің жазбасы, бүйір беті және толық бетінің аудандарын есеп шығаруда қолдану болғандықтан балалар, тақтаға назар аударамыз. Тақтаға назар аударайық. Яғни цилиндр алдарында, екі топта да цилиндрдің моделі алдарында тұр. Қарап тұрсақ, цилиндр екі дөңгелектен және оның жазбасын бір жасаушысынан қиятын болсақ, онда бізде қандай фигура шығады екен? Тік төртбұрыш шығады екен балалар. Бүйір беті дегеніміз осы тік төртбұрыш цилиндрдің бүйір бетін береді. Ал толық беті дегеніміз бүйір бетіне және де екі табанның ауданын қоссақ, онда біз цилиндрдің толық бетін анықтаймыз. Енді еске түсірейікші, тік төртбұрыштың ауданы қандай формуламен есептеледі? Дұрыс айтасыңдар. Ені мен ұзындығының көбейтіндісі, тіктөртбұрыштың ауданы. Ал дөңгелектің ауданы? Пи квадрат. Өте жақсы балалар. Олай болатын болса, сендер бүгінгі жаңа тақырыпты өз беттерінше меңгеріп, топта жұмыс жасап, қорытып шығарады деген сенімдемін. Себебі тіктөртбұрыштың ауданын білеміз және дөңгелектің ауданын білеміз. Енді бізде цилиндр айналу денесі болғандықтан біршама ерекшелігі бар. Топта ақылдасып, осы формуланы қорытып шығарайық балалар. Бір қабырғасы биіктігі болса, бір қабырғасы шеңбердің ұзындығы болады. Ал бізде шеңбердің ұзындығы 2 пи. Және оған табандары тоса, онда цилиндрдің жазбасы деген фигура пайда болады.
цилиндрдің толық бетін табу үшін бізде оның бүйір беті және екі табанның аудандарының қосындысына тең болады. Ал бүйір бетін табу үшін бізде оның шеңбердің ұзындығы мен көбейтіндісіне. Біз оны бір жасушасынан қиған кезде бізде тіктөртбұрыш шығады. Біз ең алдымен тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. Ені ұзындығын көбейту үшін дөңгелектің ұзындығын көбейтеміз. Биіктігіне. Ол 2πh. Ол цилиндрдің бүйір беті береді. Ал бізде цилиндрде екі табан болады. Ол енінің ұзындығын көбейту. Енді осы тапсырма топта ақылдасында енді тақтаға шығып, әр топ өзінің жұмыстарымен таныстырсын. Бізде цилиндр дегеніміз осындай фигура. Біз оны бір жасушасынан бөлген кезде бізде тіктөртбұрыш шығады. Ал бұл бізде цилиндрдің айналу денесі, яғни тіктөртбұрышты осылайынан біз айналдырған кезде осындай бізде цилиндр шығады. Цилиндрде бізде төбесінде және астында екі дөңгелек бар. Цилиндр несін бүйір бетін табу үшін тіктөртбұрышты несін табамыз. Ол бір енінің ұзындығын көбейтеміз. Bir nesi çember uzunluğu olsa, bir nesi büyüklükte. Ауданын табу қиындық тудырды ма? Жоқ. Яғни тіктөртбұрыштың ауданын білгендіктен шеңбердің ұзындығын білеміз формуласын, дөңгелектің ауданы формуласын білеміз. Сонда бізге жаңа тақырыптың формулалары. Сонда бүгін бізде қандай формула шықты? Цилиндрдің бүйір бетінің формуласы және цилиндрдің тоқ бетінің формуласы. Олай болса, осыны қолдан есептер шығарайық, оқулықты ашамыз, дәптерлерімізді ашамыздар, 12-де 18-ші есепті ашып, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Есептің берілгенін оқиық, Елназ оқи ғой. Күйде көшпенділердің ежелден келе жатқан тұрғын үйі, биіктігі 2 метр, ал диаметрі 5 метр болатын киіз үй керегесі бетінің ауданы табылды. Радиусымыз бізде 2 жарымға тең екен. 10 пи болады екен. Метр квадрат. Міндетті түрде балалар өлшем бірлігін жазамыз. Жауабы 10 пи метр квадрат. Дәптеріңізге жазайық. Отырайық. Жұмысты барлап кетіңдер. Ең жоғарғы ұшқал. Балалар жүктік тапсырма. Жаңа айтып өтті, цилиндр деген өмірде көп қолданылатын нәрселер екен, я? Цилиндр пішіндес шелектер қолданамыз. Тағы да қандай қолданамыз, балалар? Заттарды үйде, үй тұрмысында? Бөшке. Тағы да бірінші топ. Ағаш. Бөренелер, я? Өзінің қасында отырған жолдасымен жүк болады. Жүк болады. Дөңгелек табақ металдан диаметр 25 см және биіктігі 50 см цилиндр стакан штампталған. Штампталғанда табақ металдың ауданы өзгермейді деп ұйғарып, дөңгелек табақтың диаметрін табыңдар. Цилиндр тәрізді мұржаның диаметрі 65 см, биіктігі 18 метр. Егер жапсарға 10% материал кететін болса, оны жасауға қанша метр қамытты сатып алу керек? 5 толық бет табу үшін 5 табан мен 5 бүйір бетін қосамыз. Сөз жауабы 1406,25 см квадрат шықты. Енді менде бір сұрақ. Неліктен барына формуланы қорытқанда толық бетінде 2 S табан еді, ал бұл жерде тек қана 1 S табанды қосып. Табақ металдың беті бос емес. Оны не ғой? Шеңбер ғой? Стаканның тек қана бір ғана табаны бар, я?
аузы ашық болады. Сондықтан да бір ғана табанын аударып есептейді екенбіз. Өте жақсы. ана дөңгелек табақтың диаметрін табу деген ма? Дөңгелек табақтың диаметрін табу керек екен, иә? Ары қарай. Пьер квадратқа тең, иә? Сонда пьер квадраты маған теңестіресіңдер де, мынау ненің квадраты? Жеті бүтін оннан бес квадрат. Ары қарай жалғастыр. Шабақ деп жазамын. Сонда дөңгелек табақтың диаметрі қанша екен? 75 сантиметр екен. Өте жақсы, бірлігін толықтырды. Яғни бізде балалар есеп шартын толық оқуымыз керек екен аяғына дейін. Есеп шартын толық оқығанда нені табу керек? Міне, бізде стаканға кететін материалды сұрап тұрған жоқ екен. Бізден сол материалдың несін сұрап тұр екен? Диаметрін сұрап тұр екен. Ал балалар енді бүгінгі қорытқан формулаларымызды есеп шығаруда қолданды. Енді сабағымызды бекітейік. Әрқайсымызға жеке жұмыс, кликес қосымшасын пайдаланып есептерге жауап береміз. Тест сұрақтары 3 есеп. Сендерге қазір мынау карточкаларды таратамын. Осы арқылы дұрыс жауапты көрсетіп отырасыңдар. Бұл жерде мысалға 5-ші бізде аңсар. 5-ші номерде аңсар. Мынаның 4 бұрышында 4 арқар. Бұны пайдаланғанымызды білеміз ғой, иә балалар? Кликес қосымшасы арқылы тест жұмысын орындаймыз. 3 сұрақтан тұрады. Тақтаға назар аударайық, есептің бергеніне қараймыз. Цилиндрдің жазбасы бойынша. Протокол бойынша. Дұрыс жауаптарым. Бірінші сұраққа 100% дұрыс жауап беріңдер. Екінші сұраққа 100% дұрыс жауап беріңдер. Үшінші сұраққа Диас, Кемелбек Диас, Рақымбек Ахмаржан, Тоқшылық Гаухар, Әзімхан Әділетханы дұрыс жауап беріңдер. Яғни сіз жауабы бүгінгі сабақтан алған әсерлер бойынша не үйренді, оны есеп шығаруда қалай қолдана алдыңдар ма, жоқ әлі де өздерін толықтыру қажет етесіңдер ма, соны бір ауыз сөзбен QR-кодты сканерлеу арқылы Padlet тақтасына кері байланыс береміз. Осы 12-ші тараудың, яғни цилиндр жазбасы, оны бетінің және толық бетін ауданын табу тақырыбында 20-шы және 21-ші есептерді үйге аламыз. Үйден орындап келеміз. Тағы да қосымша оқимыз. Өмірде қалай байланыстыруға болады, сол туралы ойлап келеміз. Балалар, бүгінгі сабағымызды бағалайтын болсақ, 2 топта жұмыс жасады, жақсы жұмыс жасады балалар. Топта ең жоғарғы балл 16 балл, көпшілігіміз 15 балл алдық, себебі жеке жұмыста яғни бір сұраққа дұрыс жауап бере алмай қалдық, иә? Бізде 16 балл Кемелбек Диас, 10 балл, 14 балл мен 16 баллдың арасында 9-10 балл. 10 балл бізде бір ғана оқушы, қалған 15 баллдың бәрі 9 балл қойылады журналға, 13 балдарға 8 балл. Сонымен сабағымыз аяқталды балалар. Алдағы уақытта да сендерге ең сынақтың үлкені осы 11-ші сыныпта ұлттық бірыңғай тестілеу өтіп тұр ғой. Ертеңде алдағы күндерде сол тестқа барған уақытта жоғары балл алуларына тілектеспін. Мысқалдап, күнделікті мысқалдап оқысаңдар, үлкен нәтижеге жетесіңдер. Оны үнемі айтамын сендерге. Ал сәттілік баршаңа. Осы білімді өз өмірлеріңізде қолданыңыздар.
қолданады деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңдар.